Қайырлы күн, құрметті студенттер мен оқушылар. Мен Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы Ақсай қаласының номер 7-ші жалпы орта білім беретін мектебінің 9-шы сынып оқушысы Айсагүл Алтынгүл. Жетекшім химия пәні мұғалімі Ағылайық Жанат Мәлікқызы. Жобаның тақырыбы шымтезекті ауыл шаруашылығында қолданудың экологиялық тиімділігі. Зерттеу жұмысының өзектілігі. Қазіргі кезде ауыл шаруашылық процесінде затын алуға түсетін заттардың мөлшері өнеркәсіп орындарынан бөлінетін заттардан кем түспейді. Айта кетерлігі, тыңайтқыштар мен улы химикаттарды қолдану жылдан жылға артып келеді. Ал топырақтың құнарлылығы алынған өнім мен онда өсетін өсімдіктердің түрлі құрамына байланысты. Қазіргі кезде топырақты ластаушылардың негізгі көздері мыналар: пестицидтер, минералдық тыңайтқыштар, өнеркәсіп және ауыл шаруашылық қалдықтары, мұнай және мұнай өнімдері. Ауыл шаруашылық дақылдарынан жоғары өнім алуда топыраққа тыңайтқыштар беру, жерді сапалы түрде дайындау, уақытылы егу жұмысын жүргізу маңызды болып табылады. Топырақта нитраттар артық мөлшерде болғанда олар толығымен өңделмейді, өсімдік өнімдерінде жиналып, адам және жануар организмдеріне түседі. Асқазан ішек жолдарында нитраттар азоттық қышқылдың тұздарында нитраттерге айналады да организмді улайды. Нитриттер гемоглобинмен әрекеттесіп, метагемоглобин түзеді де 3-фолиттік темірге дейін тотығады. Бұл зат тыныс алу орталығына зардабын тигізеді, өйткені ол оттекті тасымалдауға қабілетсіз. Қазіргі таңда дүниежүзі бойынша минералдық тыңайтқыштардан бас тартып, немесе оларды қолдануды азайтып, органикалық жер игеруге көшуге тырысуда. Мұндағы басты мақсат ақшаны үнемдеумен қатар экологиялық таза өнім алу. Бірінші зерттеу нәтижесі. Бірден мөлшерде топырақ алынды. Бұл топырақтың біреуіне көне тыңайтқыш салынып, екіншісіне топырақтың өзінен бидай тұқымдары себілді. 3 күннен кейін тыңайтқыш салынған топырақта бидай толық өніп шығып, ал екінші топырақ құрамында өніп өсуіне қажетті минералдардың мөлшері аздығынан бидай өте жай және толық өнді. Екінші зерттеу нәтижесі. 100 мл суға 20 грамм мырыш ізотоп қосылып, араластыра отырып ерітілді. Еру уақыты белгіленді. Мырыш ізотоп 16 минут ішінде суда толығымен еріді. Мұнан соң суға 20 грамм шымтезек салынды. Шымтезектің мырыш ізотоп бар суды сіңіріп, ісіну уақыты белгіленіп алынды. Қалған су мөлшерлері өлшеніп, шымтезектің қанша суды сіңіріп алынғанына есептелді. Фильтрлеп алынған шымтезектің мөлшері 97 грамм. Шымтезекті кептіру пешінде 5 сағат аралығында 80 градус температурада кептірілді. Тәжірибе соңында құрамында мырыш бар 37,176 грамм шымтезек алынды. Алынған нәтижелер төмендегі кестеде берілген. Үшінші зерттеу нәтижесі. 100 мл суға 20 грамм мыс нитраты қосылып, араластыра отырып ерітілді. Еру уақыты белгіленді. Мыс нитраты суда 13 минут ішінде еріді. Мұнан соң суға 20 грамм шымтезек салынды. Шымтезектің мыс нитраты бар суды 2 сағатта сіңіріп алды. Шымтезек фильтр қағазы арқылы сүзіліп алынды. Нәтижесінде 38 мл су бөлінді. Фильтрлеп алынған шымтезек мөлшері 82,172 грамм. Шымтезек кептіру пешінде 5 сағат аралығында 80 градус температурада кептірілді. Тәжірибе соңында құрамында мыс бар 37,167 грамм шымтезек алынды. Алған нәтижелер төмендегі кестеде берілген. Суға талдау. Күшті жақтары. Біріншіден арзан, жергілікті адамдарға өте пайдалы, экологиялық таза, жағымсыз иісі жоқ. Және сақтау мерзімі шектелмейді, улы емес, терге тию адам ағзасына әсер етпейді. Әлсіз жақтар. Нарықта әлі орын жоқ, танымал емес, жеткізу қиындығы, қызметтің осы түріне сұраныстың төмендеуі. Қауіптер. Тұтынушылар не себепті арзан деп қауіптенуі немесе менсінбеуі, өнімді дұрыс сақтамаудан ылғалданып бұзылуы. Мүмкіндіктер. Интернет желісі арқылы жарнама жасау, тұтынушылардың жақсы пікірлерімен қайта жарнамалау. Топыраққа түйіршікті көмір тыңайтқыштарын енгізу. Біріншіден, барлық ауыл шаруашылық дақылдарын теңгерімді хлоридтенуін қамтамасыз етеді және экологиялық таза өнім алуға жағдай жасайды. Шығымдылықты 20-35%-ға дейін арттырады, егін сапасын жақсартады. Үшіншіден, дақылды пісетін уақытты 10-15 күнге дейін тездетеді. Төртінші, дақылдағы құрғақ заттың мөлшерін арттырады. Бесінші, топырақтың құрамы мен қасиеттерін жақсартады. Қарашығыс қабатын және топырақтың ондай қышқылдық қалпына келтіреді. Пайдалы микрофлораның жоғарылауын қамтамасыз етеді және зияндылардың өсуін басады. Топырақ құрылымын жақсартады және ұзақ уақытқа құнарлылығын арттырады. Алтыншы, ауыл шаруашылық дақылдарының сыртқы ортаның қолайсыз факторлары мен ауруларына төзімділігін арттырады. Қорытынды. Бұл ғылыми зерттеу жұмысында ауыл шаруашылық және топырақты зерттеу саласына нақтырақ топыраққа шымтезекті ғана емес, шымтезектің құрамына минералды элементтерді сіңіру арқылы, тыңайтқыш алу арқылы топырақтың құнарлылығын жақсарту тәсілдері қарастырылды. Дәнді дақылдар танабына органикалық тыңайтқыштарды минералды элементтерді қоспай беру өсуіне айтарлықтай әсер ете алмайды. Себебі оның құрамы негізінен азот пен калий элементтерінен тұрады, ал бұл элементтер топырақ құрамында жеткілікті мөлшерде. Ал құрамына минералды элементтерді қоса отырып шымтезекті тыңайтқышты қосу өнімінің жылдамдығына айтарлықтай әсер етті. Ол өнім
алуға да оң әсері болады деген сенімдеміз. Алайда біз өнім алуға уақытымыз жеткіліксіз болды. Біз бұл зерттеуімізді тоқтатпай, әрі қарай өнім мөлшеріне де әсерін талдайтын боламыз. Назарларыңызға рахмет.